Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін капкейки с кремом дайындаймыз. Ыдысқа 120 грамм бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Езілген май болмайды, бөлме температурасындағы майды алыңыздар. Және 150 грамм қант қосамыз, бір кішкентай қасық ванильді қант қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Енді осы массаға жұмыртқаны бір-бірлеп қосамыз. Яғни рецепт бойынша 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны жақсылап миксермен араластырғаннан кейін құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ол үшін 200 грамм ұнға кішкентай қасықтың ұшымен тұз және бір кішкентай қасық қопсытқыш қосып аздап араластырамыз. Және осы ұнды жаңағы сұйық массаға електен өткізіп шетінен қосамыз. Мен 2 бөліп қостым құрғақ ингредиенттерді. Енді миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін 120 грамм сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Капкейкіге арналған сұйық масса дайын. Қатты сұйық және қатты қою болмайды. Консистенциясы орташа болады. Мен капкейкіға силиконды форма алдым. Егер сіздерде басқа формалар болса, сол формалармен жасасаңыздар болады. Формаларға барлық капкейки салынды. Енді духовкада 170 градуста 25-30 минут пісіресіздер. Капкейки дайын, формасынан шығарып, толығымен суығанша шетке алып қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне 220 грамм творожный сыр, 30 грамм қант ұнтағын салам, бірақ дәміне қарай қант ұнтағын көбірек салсаңыздар болады. Егер сіздерге тәтті крем қажет болса, 50 грамм, 70 грамм салсаңыздар болады, мөлшерлеп. Енді миксермен жақсылап араластырамыз. Кремді 9 капкейкіға қарай дайындадым. Егер сіздерде көп капкейки болса, онда кремнің мөлшерін көбейтесіздер. 50 грамм 33% клейге қосамыз. Клейге өте суық болу керек, тоңазытқыштан алып, бірден кремге қосқандарыңыз дұрыс. Жақсылап араластырамыз миксермен. Крем толығымен дайын болды, өзінің формасын жақсы ұстайды. Ыдысты аударған кезде крем төгілмеу керек. Енді осы кремді кондитерлік мешокқа саламыз. Кондитерлік мешокқа насадкасын салдым. Насадканың номерін видеоның астыңғы жағындағы рецептке жазып қоямын.
Дайын кремді капкейкінің үстіне жағамыз. Менде капкейке біркелкі көтерілген жоқ, әртүрлі болып көтерілді. Сондықтан кремді жаққан кезде мен шетінен бастап жағып жатырмын. Байқаған шығарсыздар. Егер сіздерде капкейке біркелкі көтерілсе, онда ортасынан бастап жаққандарыңыз дұрыс кремді. Бірақ егер біркелкі көтерілмесе, уайымдамаңыздар, крем жағылған кезде жаңа капкейкенің формасы білінбей қалады. Осындай әдемі болып шықты. Егер осы рецепт бойынша капкейки креммен дайындасаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия, баршаңызға рахмет, ас болсын.